Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры жаюды қажет етпейтін, оңай әрі тез дайындалатын, сонымен қатар корждары жұмсақ болып шығатын балды торттың рецебін ұсынамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдырамын. Ең алдымен балды тортты дайындау үшін бізге бал қажет. Балымызды баяу отта, газда не болмаса плитада ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін балымызға 1 шай қасық ас содасын қосып, силиконды күрекшенің көмегімен тоқтаусыз араластырып отырамыз. Біздің массамыз көпіреді, көлемі ұлғаяды, және де түсі карамельді түс болғанға дейін араластырамыз. Біздің массамыз осындай карамельді түс болғанға дейін тоқтаусыз араластырып отырдық. Енді осы массамызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз, және де сары майымыз ерігенге дейін араластырып отырамыз. Сары майымыз еріп, толығымен бір қалыпты масса шығуы керек. Бізде бір келкі масса шықты, оттан түсіреміз. Келесі кезекте жұмыртқаға қантымызды қосып, көлемі ұлғайғанға дейін миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамыздың түсі ағарды және де көлемі 2 есе ұлғайды. Осы кезекте біздің балды массамызды жұмыртқалы массамызға қосып отырып миксерлейміз. Бір келкі масса болғанға дейін миксерлеп алдық. Келесі кезекте ұнымызды қосамыз. Ұнымызды толығымен қосып алғаннан кейін, ең алдымен миксерді қоспай араластырып аламыз. Кішкене араласқаннан кейін миксерді қосып араластырамыз, себебі ұныңыз шашырайтын болады. Бір қалыпты масса болғанға дейін араластыратын боламыз. Миксерлеп алғаннан кейін бұл массамызды силиконды күрекшенің көмегімен тағы да бір араластырып шығуға кеңес беремін, себебі ыдыстың жан жағындағы масса дұрыс араласпай қалады. Біздің балды тортқа арналған қамырымыз дайын. Ендігі кезекте бұл қамырымызды пісіретін боламыз. Қамырды пісіру үшін мен осындай бисквит пісіретін форманың астын алдым, майлап алдым, және де қамырымызды салып, осы формаға жағып пісіретін боламын. Шамамен 170-180 градуста 5-7 минуттай пісіретін боламыз. Егер де сіздерде бұндай форма болмаған жағдайда, пергамент қағазына шеңбер сызып, біздің массамызды жағып пісірсеңіздер болады. Бұл массаны мен 6-ға бөліп пісірдім, яғни 6 корж шығады. 5 коржды тортты жинауға қолданамын, ал 6-шысын тортты әрлеуге қолданатын боламын. Біздің корждарымыз осындай жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте торттың кремін дайындаймыз. Мен осындай ыдысқа ситаны қойып, қаймақты 1-2 сағатқа қалдырып қойдым. Бұны ең алдымен тортты жасамас бұрын осылай қалдырып қойсаңыздар болады. Біздің қаймақтың артық сарыуызы шығатын болады. Және де біздің креміміз қою әдемі болады. Көріп отырғандарыңыздай біздің қаймақтың артық сарыуызы шықты. Менде 20% дүкеннің қаймағы. Қаймағымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Және де қаймаққа 250 граммдай қойытылған сүтті қосатын боламыз, яғни вареная сгущенканы қосамыз.
вареный сгущенканы қосып, біздің креміміз қоюланғанға дейін араластыратын боламыз. Басқа да крем түрлерін қолдансаңыздар болады. Қаймақтың орнына сары майды да қолдансаңыздар болады. Егер де сары май мен сгущенканы қолданып крем жасайтын болсаңыздар, оның мөлшері басқаша болады. Видеоның описаниясына қосымша қалдырып өтетін боламын. Толығымен қоюланғанға дейін миксерлейміз. Біздің креміміз дайын, енді тортымызды жинайтын боламыз. Тортта арнайы осындай бисквит пісіретін кольцода жинайтын боламын. Және де кремді көз мөлшермен бөліп жағып шықтым. Тортымызды толығымен жинап алғаннан кейін тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Яғни біздің тортымыз өзінің формасын жақсы сақтауы керек. Одан кейін тортымызды әрлейтін боламыз. Бір коржды блендердің көмегімен үгітіп, тортты әрлеуге қолданатын боламын. Оқтаудың көмегімен де үгітсеңіздер болады. Тортты тоңазытқыштан алып, кольцодан босатып аламыз. Және де қалған кремді жан-жағына жағып, бір тегістеп шықтым. Және де ары қарай тортымызды әрлейміз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Торт өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырып өтсеңіздер болады. Міндетті түрде барлық пікірге жауап беруге тырысамын. Және де менен қандай рецепттер күтесіздер, соны да жазып өтсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.